Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға облыс тынысы жобасының кезекті шығарылымын ұсынады. Қостанай таңы газетінің 2025 жылғы 30 шілдедегі 80-ші нөмірінде «Кәсіпке кең тыныс, бизнеске серпіліс» атты мақаласы жарық көрді. Өңірдегі жеңіл өнеркәсіп саласының көшбасшысы «Большевичка» жауапкершілігі шектеулі серіктестік аумағында жаңа ірі нысанның құрылысы жүріп жатыр. Ол болашақта кәсіпкерлерге жалға берілетін ірі орталыққа айналмақ. Шағын өнеркәсіп алаңының құрылысымен облыс басшысы Құмар Ақсақалов арнайы барып танысып қайтты. Елімізде өңдеу өнеркәсібін дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған стратегиясының аясында шағын өнеркәсіптік аймақтар құру бағдарламасы белсенді жүзеге асып отыр. Бұл шағын және орта бизнесті қолдаудың жаңа құралы болып табылады. Кәсіпкерлерге дайын өндірістік ғимаратты жеңілдетілген жалдау шарттарымен ұсынуға негізделген. Қостанайда осы бағыттағы жобаны облыс әкімдігінің қолдауымен «Большевичка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі іске асыруға кірісті. Нысан құрылысы жоспардағыша аяқталса, кәсіпорынның жалпы көлемі 25 000 шаршы метрге дейін ұлғаймақ. Қайта құрудан соң 150 жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Шағын өнеркәсіп аймағы әкімшілік тұрмыстық өндіріс жиһаз корпустарынан құралады. Сондай-ақ бұл аумақта жатақхана да орналасады. Мәселен, жиһаз жасау корпусында бояу, сырлау желісі, фрезерлеу жабдықтары орнатылады. Бұл Қостанайдағы тұңғыш қондырғы болмақ. Бұған дейін Алматыға тапсырыс беріп келген. Мұны жаңа бағыт болады дей аламыз. Шыны өндірісі де қолға алынды. Алғашқы өнімдер нарыққа шығып та үлгерді дейді «Большевичка» фабрикасының жетекшісі Арсен Жетпісбаев. Салынып жатқан үлкен алаң кәсіпкерлерге жалға беріледі. Жалдау құны нарықтағы орташа бағадан төмен болмауға тиіс. Тағы бір маңызды тұсы, бұл жерде кәсіпкерлер өндіріспен ғана айналысады, яғни сауда-саттық әрекеттері болмайды. Өндіріспен айналысқысы келетін адамның міндетті түрде жалға берілетін орын іздейтіні белгілі. Мемлекет ондай кәсіпкерлерге көмек қолын созып жатыр. Кім-кімге де барлық жағдай жасалған. Шағын өнеркәсіп аймағын арзан бағаға жалдап, ісін алға бастыруға жол ашық. Өңір басшысы мәлім еткендей, бұл алаңға нарыққа шығып үлгерген кәсіпкерлер ғана емес, жеке ісін енді бастағалы жүрген азаматтар да жүгіне алады. Ал фабрика басшысы жаңа ғимаратқа келешек жалға алушы кәсіпкерлерді тіркеу үшін Атамекен кәсіпкерлер палатасы алаңында ашық түрде конкурс өткізілетінін айтып отыр. Өңір басшысы ескі корпустағы өндіріс цехтармен де танысып шықты. 1993 жылдан бері тұралап қалған кәсіпорын облыс әкімдігінің қолдау демеуімен қайта жандана бастаған. Қазір мұнда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Сондай-ақ арнаулы жұмыс киімдері, бронь каска, парашют, терезе бөлшектері, пластмасса және басқа да бұйымдар өндірісі тоқтаусыз жүріп жатыр.